Бәріне сәлем. Менің каналымда бірінші рет болсаңыз, онда міндетті түрде подписка жасауды ұмытпаңыздар, достар. Бүгін қасиетті жұма күні осындай жеті-шелпек дайындадым. Қамырдың рецепті өте оңай. Жазылған ингредиенттерден қамыр илейміз. Қамырымыз қаттылау болуы керек. Қамырды илеп болғаннан кейін демалтып тындырып қоямыз. Шамамен 15-20 минуттай қамыр демалу керек. Содан соң осы қамырды 7 бөлікке бөлеміз. Қамырды бөлгеннен кейін 5-10 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін әр бөлігін шамамен 2-3 мм ғып жұқа қылып жаямыз. Енді әр шелпекті әр жағынан шамамен 5-10 секундтай қатты қыздырылған майға қуырамыз. Мінекей 7 шелпегіміз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз.